Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз брик 8-ші сынып оқулығында Алматы кітап баспасында берілген материал оқу бағдарламасына сәйкес брик циклін басқару. Яғни циклді басқаруда брикті қолдану. Брик деген тура мағынасы үзу, тоқтату деген мағынаны береді. Бұл жерде анықтамасында солай жазылған, яғни белгілі бір шартқа байланысты циклдің жұмысын бірден тоқтатып, ары қарай программа жұмысын циклден шығарып, ары қарай жалғастыруды айтады. Жалпы for операторын пайдаланғанда қалай жазылады, while операторын пайдаланғанда қалай жазылады. Жалпы жазылуы көрсетілген. Оқулықтан қарасаңыз да болады. Енді оқулықтағы мысалды қарастырып көрейік. Ұзындығы яғни 1 мен 100-дің арасында тұратын n болған сандар тізбегі берілген. Сол сандар тізбегінің ішінде егер біреу нөлге тең болса, циклді тоқтатып, сол 0 сан орналасқан орын, нешінші орында тұр, соны анықтап беретін код жаз дейді. Астына кодын беріп қойған. Бізде мысалы n деген n натурал сан. While операторын қолданып жазамыз. While пока n-нен кіші болғанға дейін i тең i плюс 1. Так, x-ті енгіземіз. Мысалы n 5 сан. 5 десек, 5 натурал санды енгізу мынау. i цикл ашамыз n-ға дейін 5 рет айналады. 10 десек, 10 рет айналады. Енді шарт қоямыз. Енгізген санымыздың ішінде 0-ге тең болып қалса, және p деген айнымалын алып, оны сол индекске теңестіреміз. Сөйтіп циклді тоқтатамыз. Брик. Ары қарап, соны шығарамыз. Ал енді көрейік. Тура оқулықтағы тапсырманы істеп көрейік. 5 дейді. Хорошо, 5 деген сан енгіземіз. Мысалы, 4, 8, 0. Вот, 0 деген кезінде тоқтайды. Индекс 3-ге тең деп береді. Үшінші тұрған сан дейді. Жалпы коды осылай болады. Осылай. Келесі астында тапсырмалар бар, сол тапсырмаларды орындап көрейік. Мысалы, бірінші есеп n натурал сан берілген, сол санның цифрларының арасында 0 болса, цикл жұмысын тоқтатып, error деген сөз шығару керек дейді. Мен қазір оны error дайындап қойғанмын. Оны екінші түрлі жағдайда қарастыруға болады. Екеуін де сізге көрсетейін. n натурал сан енгіземіз. k және p-дан 0-ге теңестіріп боламыз. s-ті пустой буторонға теңестіреміз. P-ны 2 рет 0-ді қойып. Енді цикл ашамыз. While n-ға тең болмаса, n-іміз 0-ге тең болмаса, ары қарап цикл жалғасады. Яғни k деген сан, сол n-ді соңғы цифрасын аламыз. Қалдық кезге соңғы цифрасын алады. Егер сол соңғы цифрамыз k 0-ге тең болса, бізге error деген сан шығарамыз. Және қандай да бір p-ны 0-ге теңестірдік, сөйтіп p-ны 1-ге теңестіріп боламыз. Сөйтіп барып циклді үземіз. Ары қарай егер 0-ге тең болмаса, цикл жалғаса береді. Сол сандарды мына жерге s-ға жинайды. Символға жинайды. Мұнау n келесі цикл, бүтін бөлікке бөліп, циклдің айналуын қамтамасыз етеді. Ары қарап, цикл толық енгізілген натурал санымыз 4 таңбалы или 5 таңбалы болса, сол 4-5 рет айналып болғаннан кейін шарт қоямыз. Егер, жаңа айттық қой, егер 0-ге тең болып қалса, p 1-ге болады да, error шығарады. Егер 0-ге тең болмай қалса, 1-ге тең болмаса, p дегеніміз бастапқысы 0 деген мәнді алдық, және ол 1-ге тең болмаса, мұнау жинаған, кері ретпен жинаған сан цифрларын шығарады. Тексеріп көрейік. Мысалы, оқулықта
570 256 deyік. Error деп шығарды. Себебі жерде 0 бар. Енді екінші тестті жүргізіп көреміз. 45, 89, любой санды береміз. Бізге кері ретпен қайтадан шығарып береді. Енді бұның екінші түрі бар. Бірінші түрін көрсеттім. Енді екіншісі. Екіншісіне дейді. Екіншісінде бірақ сәл өзгеше бір жерде бүтін сан енгіздік біріншісінде. Екіншісінде оны как текст строка қылып алдық, жол қылып алдық. For x in n-нің ішінде болса, егер оның ішінде апострофтың ішіне алып қойып, 0 кездесе print error, жаңағыдай тура протеин 1. Немесе оны логикалық амалды қолдануға болады, true false қолдануға болады. Немесе осылай қандай да бір белгіні қолдануға болады. Сөйтіп циклді үзеді. Егер томас 1-ге тең болмаса, оны кері ретпен шығар деген команда. Тексеріп көрейік бұны. Яғни екі түрлі варианттан шығаруға болады. 570, 256, яғни error шықты бізде. Екінші тестті жүргізіп көреміз. 45, 89, яғни 98-54-ті шығарып берді. Сондай екі түрлі варианттан нұсқаны қарастыруға болады екен. Екінші тапсырма латын әріптерінен тұратын, латын әріптерінен тұратын үтір бар жол берілген дейді. Арасында үтірі бар. Осы жолдағы үтірге дейін әріптерді және олардың санын экранға шығаратын алгоритм блок схемасын және программасын қойып. Алгоритм блок схемасын өздеріңіз жазасыздар, мен қазір программасын көрсетейін. Латын әріптерінен тұратын жол берілген. Жолды енгіземіз. Ентеңдеп қойып, сөзді енгіз деп жазуға болады. Түсінікті болу үшін сөзді енгіз деймін. Сөзді енгіз. Так, ары қарап кеттік. К0-ге теңестіріп аламыз. Және әріптердің санын санауымыз керек па? For I index in n текстіміздің ішінде үтір кездесіп қалса, біз бірден тоқтатамыз секілді. Және соған санаймыз қанша екен. И сол индекстерді шығарамыз. Ең соңында количество символов қан шығарамыз. Циклден шығарамыз. Циклден шығып барып шығарамыз. Ранға жіберіп көреміз. Бізде алма, алмұрт дейді. Алма, үтір, алмұрт. Алма. Алма деген сөзді қайтып шығарып берді. Количество символов 4 екен. Түрге дейін. Енді А, алма деп бөлек-бөлек через пробел арқылы шығады. Өйткені біз мына жерге не қойды? Бос орынды қойдым. Мына тастаса да болады. Осы print I дейміз. Алмұрт. Мына былай жазады екен. Былай шығарады. Количество символов 4. N-тің қызметін сіздерге өткен сабақтарда түсіндіріп өткен. Сондықтан мен арасына N-ді тең. Бағана былай естеріңізде болса, былай жазған тұғым. Соны просто жай ғана кавычка қоя саламыз. Көреміз қазір. Алма, алмұрт. Алма, количество символов 4. Так.
Бұл тапсырма міне осылай шығады. Енді үшінші есепті қарастырайық, оны осылай. Үшінші есебіміз n натурал сан берілген, осы сандардың арасындағы ең кіші цифрлардың арасында ең кіші немесе ең үлкен. Сіздерге ең үлкен табатынды көрсетейін. N натурал сан беріледі. Максимум немесе минимум табу үшін n-ді бірге теңестіріп аламыз. Цикл ашылады цифрларға. Енді соның ішінде мына k n-нен үлкен болса, онда n-ді тек k дейміз. Және циклдан шығып барып m-ді шығарамыз. Допустим, бізде 7-8 кез келген бір сан берсе, оның ішінде ең үлкен қайсысы? Ең үлкені 9. Ал сіздерде оқулықта ең кішісін тап деген. Ал кішісін тауып көріңіздер. Ең кіші болған кезде онда көрейік. 7-8 569 4.